Ассаламу алейкум. Электр сүйер қауым, мен көрермендерім, сендермен бірге Адик Электрик. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз магнитті пускательдің, электромагнитті пускательдің реверсивті схемасын қалай жалғау. Сол туралы өтетін боламыз. Электромагнитті реверсивті пускательдің схемасы біздерде электр қозғалтқышты оңға немесе солға айналдыруға қажет нәрсе, қажет схема. Бұл қандай жерлерде қолданылады? Мысалға, оңай жолы қалаларымызда лифттер бар. Лифттер біздерді жоғарғы қабатқа көтеріп жатыр, жоғарғы қабаттан наоборот төменге түсіріп жатыр. Осының барлығы сол электр қозғалтқыш арқылы, осындай реверсивті магнитті пускатель арқылы жұмыс жасап тұр. Және де бұл кездесетін жерде электротальдарда кездеседі, кен орындарда электроталь, кран-балка деп атайды. Әртүрлі басқа да пайдаланатын жерлері болады. Мысалы, воротаны ашып жабу, оңға солға, сондай сияқты станоктар бар, әртүрлі токарный станоктар. Сол токарный станоктарда токарлар жұмыс жасап жатқан кезде олардың токарный станогы оңға солға көтерілуге, астына үстіне түсуге көмектеседі. Және де көптеген тағы да басқа әртүрлі нәрселерде пайдаланылады. Оны ғаламтордан зерттеп өзіңіз қарасаңыз да болады. Бүгінгі сабағымызда біздер бірінші алдымен схемамен танысамыз. Схеманың жұмыс жасау принципімен, және де оны практика жүзінде қосамыз, жалғаймыз. Ол үшін осындай кнопкалар пайдаланамыз. Бүгінгі сабағымызда бұл схеманы жинау үшін біздер стоп ретінде қызыл кнопканы пайдаланамыз, және де оңға, солға электр қозғалтқышты айналдыру үшін осындай екі кнопка пайдаланамыз. Біреуін оңға, біреуін солға пайдаланамыз. Және де сол схемада біздерде автоматтар болады, автоматты айырғыштар. Соның цепь управлениесі болады, силовой часть болады. Сол екеуінде осы екі автоматтарды да қолданамыз. Сосын және осындай екі электромагнитті пускатель қолданамыз. Бұл электромагнитті пускательдер арқылы біздер алдыңғы сабақтарымызда өттік. Бұл қалай жұмыс жасайды? Менің каналымда алдыңғы видеоларды қарасаңыз болады. Бұл электромагнитті пускатель қалай жұмыс жасайды, және оны обычно қалай қосады. Алдыңғы сабақтарымда бір электромагнитті пускательді пуск-стоп кнопкасымен қалай жалғау керек екенін де көрсеттім. Және де мына үстінде осындай қосымша нелер бар, блок контакттер бар. Бұлар туралы да бөлек сабақта өттік. Нормально тұйықталған, нормально тұйықсыздалған контактілер туралы, бұл қандай жерлерде пайдаланылады деген сияқты. Бұл пускательді алдыңғы сабақтарымызда біз аштық та, шаштық та принциптерінде түсіндірдім. Ал енді бүгінгі сабақта ол заттарды өтпейміз, тек сразу схеманы бірінші талдап аламыз, содан кейін барып осы электроқозғалтқыштар арқылы сол схеманы жинаймыз. Схемаға қарасақ, үңілсек, бұл жерде бізде бастысы 3 фазалы кернеуіміз бар, сетіміз АБЦ келе жатқан жағы. Одан кейін мына жерде водной автоматты айырғышымыз тұр. Одан кейін 3 фазымыз ары қарай барады. Ары қарай барған кезде ары қарай бізде магнитті электр пускательімізге келеді. Біріншісіне, одан кейін екіншісіне, үстінде просто перемичка тұр, келесісіне. Бұл жерде еще тағы фаза Адан біз бір фаза аламыз да, оны автоматты айырғыш қалып келеміз. Однополисный, бір полюсті автоматты айырғыш қалып келеміз. Бұл автоматты айырғыш мына жердегі цептегі мына цепті короткий замыканиеден сақтайды. Ал мынау одан кейінгі мына жердегі цептегі короткий замыканиеден сақтайды. Мына автомат мына жердегісінен, мына автоматты айырғышымыз мына жердегісінен. Так, схемада қарасақ бізде КМ дегеніміз бұл бізде магнитті пускатель.
Бұл екінші магнитті пускатель. Автоматты айырғыш және неміз жаңағы стоп кнопкамыз. SB1-ді мұнан пайдаланамыз, қызыл кнопканы ретінде. Және бізде кнопка, екі пуск кнопкамыз бар, SB2 мен SB3. Бұлар бізде біреу оңға деп белгілеп қойдық, кнопка солға деп белгілеп қойдық. Бұларды енді жасыл кнопкалардан пайдаланамыз осындай. Және қосымша, манағы айтқан қосымша магнитті пускательдің үстіндегі қосымша блок контактілерді пайдаланамыз. KM2-нікін пайдаланамыз, KM1-нікін пайдаланамыз. Бұл KM деп атқанымыз манағы магнитті пускатель. Одан кейін оның катушкасы, KM1-нің катушкасы, KM2-нің катушкасы, A1, A2 деп, A1, A2 деп қойғанбыз. Бұл магнитті пускательіміздің катушкасы. Катушкасы бұл жерде бізде магнитті пускательде біз 220, міне 220, 230, 50 Гц, 220, 240, 60 Гц пайдаланып жатқанбыз. Яғни бір жағы 0 болады, бір жағынан бұл катушканы жұмыс жасау үшін фаза А-дан аламыз. Енді бұл жерде қарастырсақ, бірінші автоматымыз қосылады, яғни бірінші мынауда қосылады. Бірінші автоматты айырғышымыз қосылады. Одан кейінгі цепь управление ғой, управление. Соның автоматты айырғышы қосылады, одан кейін стоп. Стоп әрқашанда стопқа бұда нормальны тұйық контактісіне жалғанады. Нормальны тұйық контактісіне жалғанады. Оны алдымен схема жалғарда мына кнопка болса, осының контактілері бар. Міне және мыняқта. Бұл контактілерді мультиметр арқылы прозвонка жасап, бұның осындай тұйық контактісін тауып аламыз. Басқан кезде айырылатындай. Схемаға қарасақ, міне фаза келеді стопқа, стоптан өтеді. Стоптан өтеді, екі пускке келеді. Мынаған пускке келеді, и перемичка арқылы екінші пускке келеді. Әр пуск, мына пуск мысалға, мына босының бойында тұрған катушканы қосады. Мына пуск именно мына катушканы қосады. Бұл жерде біз мына пускатель, магнитті пускательді оңға деп алдық, мынаны солға деп алдық. Кнопка пускті басайық, оңға айналдырайық. Мына жерде кернеу келіп тұрады, мына жерде дежурить етіп тұрады. Яғни оның астындағы блок контактісіне келіп те дежурить етіп тұрады. Мына пускті біз басқан кезде ары қарай келіп тұрған кернеуіміз кнопка басқаннан кейін тұйықталады да, дәлші кетіп, мына пускатель емес, мына екінші пускательдің қосымша тұйық контактісіне барып, яғни бұл мына жерде келіп тұрғанда схема былай қойып қойдық қой, бірақ ол мына жерге барады да, мынаның контактісіне барады да, қайтып келеді мына жерге деп санауға болады. Екінші пускательдің тұйық контактісіне барып, содан шығып барып, өзі KM1-дің пускательдің катушкасына A1-не келеді. Ал мына жағында 0 келіп тұрған соң, мына кнопканы басқан кезде мына жердегі кернеуіміз мынаяқтан өтеді, мынаяқтан мынадан мынаған барып келіп деген сияқты қылып, мынадан да өтеді. И мына катушканы мына катушкаға кернеу береді. Мына катушкаға кернеу бергеннен кейін KM1 тартып, бұның силовой участоктарында кернеу өтіп, электродвигателіміз біздің, электр қозғалтқышымыз. Соған кернеу барады да, электр қозғалтқышымыз 380 кернеуден айналып жұмыс жасайды. Яғни, оңға деп алғанымыздың оңға айналады. Оңға айналады, бірақ кнопканы жіберіп қалсақ, тоқтап қалады. Неге? Себебі мынаны жалғамасақ. Самоподхват дейді. Бұрынғы сабақтарда өттік, пускатель туралы. Мына жерге келіп кнопка басқан кезде, фаза мына жерден өтіп, мына катушкасына барған кезде KM1 тартқаннан кейін, оның өзінің контактісі де тұйықталып, осы контакт арқылы кернеу мына ұстап тұрады. И сол кезде ғана осы контакт арқылы барып тұрған соң, мына кнопканы жіберген кезде, бұл
өзі самоподхватпен ұстап тұра береді да, бұл пускатель жібермей қалады да, сол қосулы күйде тұра береді. Пока біз келіп мына цепті обрывать етпегенше, мына цепті стоп кнопкасын басқан кезде мына жердегі келіп тұрған, бүйтіп өтіп тұрған кернеуді үземіз. Үзгеннен кейін мынаның катушкасына кернеу бармай қалады. Кернеу бармай қалғаннан кейін магнитті құбылысы жоқ болып кетіп, пускатель жіберіп қояды. Жіберіп қойған соң бұның контактілері де жіберіп қояды. И және дәл екінші солға айналдырамыз, дәл солай айналдырамыз. Кнопканы бастық, жібергеннен кейін өз орнына қайтады. И кнопка солғаны басамыз, SB3-ді. Сол кезде мына жерге де келіп тұрған, мынаған келіп тұрған нәрсе перемешке мына жерге де келіп тұрады. Бұны басқан кезде өтеді да. Бірінші КМ1-нің қосымша үстіндегі контактісіне келіп, тұйық контактісіне өтіп, келіп барып, өзінің КМ2-нің катушкасына барып, кернеу береді катушкасына. Магнитті поля пайда болып, бұның катушкасы тартып, мынау тартып. И өзінің тұйық блок контактісі жабысып, самоподхватпен ұстап қалады. Кнопканы содан кейін жіберсек те бұл ұстап тұра береді да, мынаумен жұмыс жасап тұрады. КМ2-мен. Енді бұны басқан кезде бұл КМ тартса, бұл мынаумен бармайды, уже келеді да мынаумен барады. Бұл кезде уже мына кнопканы басқан кезде бізде солға айналады. Электр қозғалтқышымыз солға айналады. Ал ендігі мәселеде бұл жерге неге келейік? Бұл солға, оңға қалай айналады? Фаза А-сы өтеді да, фаза А-ға келіп тұр. Фаза Б-сы не жерге келеді? С-ға. Ал фаза С-сы, фаза С келеді да, Б-ға келеді. То есть, мына кезде өзгермейді. АБЦ-сы болып келеді да, ал мына пускатель тартса, мына пускатель арқылы оның фаза А-сы фаза А-да қалады, бірақ Б мен С-сының орны ауысып кетеді. И электр қозғалтқышымызды солға айналдырады. Бұл двигательге кернеуді берген кезде, АБЦ-сы келіп берген кезде, неге ол оңға айналады, неге солға айналады, оны алдыңғы сабақтарда өтеміз. Қазірде бүгінгі сабақта оны қозғамаймыз. Және де бұл жерде айтып кететіндей нәрсе, неге мына контактілерді пайдаландық? Бұл контактілерді пайдаланамыз. Мына кнопканы басқан кезде, мына пускательді қосқанымызда, мына пускатель жұмыс жасап тұрған кезде, мынаны басқан кезде, мына пускті басқан кезде, оңға айналып тұрған двигатель сразу солға айналып кетпеу үшін мына басамыз, мынаумен жұмыс жасап тұрады. Бірақ мынаны келіп бассақ, мынау жұмыс жасап тұр ғой қазір. Мынаны біз басып жатырық, енді біз солға айналдырғымыз келіп та, стопты баспай. Сол кезде, бұл жерде біз басқан кезде кернеу итақта келіп тұр ғой, жерде дежурить етіп тұрған. Кернеу барады да, КМ1-нің мынаның тұйық контактісіне өткісі келеді. Бірақ өте алмайды. Себебі КМ1-нің тұйық контактісі, мынау КМ1 жұмыс жасап тұрған кезде, оның тұйық контактісі тұйық емес болады. Разрывте болады. Айырылып тұрады. Себебі бұл жұмыс жасап тұр. Бұл КМ1 жұмыс жасаған кезде, оның қосылған кезде, оның тұйық емес контактісі тұйықталады, ал тұйық контактісі, наоборот, разрывке түседі, үзіледі деген сөз. Сол себепті бұл жерде бұл как блокировка ретінде пайдаланып тұр. Екеуі де бір-біріне дәл солай. Чтобы біреуін басқан кезде, екіншісін басқан кезде мынау жасамай қалу үшін, ал егер мынау жұмыс жасап тұрған кезде, мына кнопканы басқан кезде, ол наоборот оңға айналып кетпеу үшін. Әрқайсысын жұмыс жасау үшін алдымен стопты басымыз керек болады. Содан кейін барып жалғастырамыз. Түсіндір деп ойлаймын. Енді қазір осы схеманы практика жүзінде қараймыз. Так, схема бойынша бастаймыз. Схеманы жалғаймыз. Так, неден бастаймыз? Бізде бүгін утканы аламыз. Плоский отвертка.
қажет болуы мүмкін. Қажетті құралдар. Бокорез, кусачка және фигурный отвертка. И мультиметр. Флюк мультиметрін аламыз. Алдымен сендерге көрсетейін. Автоматта бізде кернеу бар. Дұрыс контакт кетемей қалып тұр. 239. Үстінде бар, астында жоқ. Фаза қылып алып отырық. Қоңыр 0. Пока бұны ар жаққа ала тұрамыз. Біз бірінші схеманы жинап аламыз. Содан кейін прозвонка несіне қойсаңыз болады. Мынандай омеганың знагы тұрады, болмаса мынандай звуктың знагы тұрады. Осындай прозвонкаға қойып алып, біздер кнопкаларымызды қарап аламыз. Кнопка бізде стоповый, бізде не болу керек? Стоповый тұйық контакт болу керек. Міне, таптық, тұйықталып тұр. Кнопканы басқан кезде айырылады. Жібереміз. Бұл бізде стоп болады. Өтіп баратқан кернеуді үзет ортасын. Бассақ үзіледі. Так, жаттап алдық. Міне, бір жақ бетінде тұр. Мына бетінде 4 контакт бар. Ал енді нелерімізді екі пусктерді қарап аламыз. Пускте наоборот тұйық емес контакт болу керек, үзік контакт болу керек. Осы ол шығар, осы ол керек деп ойлаймын. Қателеспесем. Жоқ, астыңыз ма? Иә, астыңыз. Бұл үзік. Біз кнопканы басқан кезде келіп тұрған, дежурып тұрған кернеуді мына жеттен мына бетке өткізеді, болмаса мына беттен келіп тұрса мына бетке өткізеді. Разницасы жоқ. Мына кнопкамыз жасайық, екінші кнопкамызды қарайық. Стоптан наоборот, пусктен наоборот. Енді бізге контактілерден нені қарап алуымыз керек? Нормальны қосымша контактілерден нормальны тұйық контакт тауып алуымыз керек. Тоже былай кезде, жасамай тұрған кезде тұйық қот тұрады. Пускатель жұмыс жасаған кезде ғана. Пускатель, мысалы, мына пускатель жұмыс жасаса, КМ2-ның қосымша контактісі, тұйық контактісі разрываться керек. А жұмыс жасамай тұрған кезде, просто так осылай тұрған кезде, қалыпты жағдайда ол тұйықталып тұрады. Бұларды да қарап алуымыз керек. Бұлардың схемасынан тұйық контакт тауып алуға болады. Мына жерден қарайтын болсаңыз, 61 мен 62 және 71 мен 72 контактілері тұйық. 61 мен 62, 71 мен 72-ні қарап қарайық. Алпыс бір мен 62. 71 мен 72. Мына жақта да 61 мен 62. Мынаны тексермеппін ғой. Жасаған кезде айырып тұру керек. Так, мына схемаға сенсек, 61 мен 62, 71 мен 72 тұйық. Бұл контактілерді тауып алдық. Екеуінен де бізге енді нормально разомкінді контактілер керек. Бұл же схемаға қарасақ, 53-54, 83-84-тер разомкінді. То есть бұл жұмыс жасаған кезде ғана замыкать етеді. Екеуінен де 53-54, 83-84. 53-54, 83-84. Бұларды да тексеріп алайық алдымен.
кешірім сұраймын, бұндай заттардың барлығы уақыт алып жатқанына, бірақ бұндай нәрселерді тексеріп алу керек. Не? Мынау 83-84. Так, мына жақта да екінші пускательде де, магнитті пускательімізде де 53-54 басып тұрмын. И 83-84-де мысалға жұмыс жасады деп имитация жасайық. Самокатистер. Бұл контактілеріміз 53-54 контактілерін біз мынаған пайдаланамыз. Самоподхват. Бұл кнопканы басқан кезде пускательіміз жіберіп қалмай, сөміп қалмай, ұстап тұру үшін басады, кернеу барады, мынау қосылады, қосылған соң оның КМ1-нің өзінің КМ1-нің блок контактісі жабысады да, сонымен бірге мына напряжение ұстап тұрады кернеудің жерде. Так, болды, тексеріп алдық. Енді кірісеміз. Мультиметрімізді бізді басқа ала тұрсақ болады. Бұндай жұмыстардың барлығын перчаткамен жұмыс жасау керек. Қауіпсіздік шараларын пайдалану керек. Әйтпесе абайсыздан әртүрлі жағдайларға ұшырап қалуымыз мүмкін. Так, бастаймыз. Алдымен мына жердегі кернеуді жалғастырайық. Автоматтың, водной автоматтың астынан шығады. Неге келеді? Бір полюсті автоматты айырғышқа. Міне бізден бір полюсті автоматты айырғыш. Автоматтардың әрқашанда кернеу үстінен бересің, астынан шығасың. Разницасы жоқ, бірақ сонда да барлық жерде бұл қосылған кезде автомат былай жазуларынан үстіне қарай қосылады, не айырылады. Үстінен кернеу келеді, астынан кетеді деп не істеу керек. Заңдылық қой бұл. Біз схемадағыдай алғашқы QF1 деп қойған автоматымыздан бір фаза алдықта, бір полюсті автоматты айырғышымыз SF1-ге алып келдік. Одан екінші жағынан шығып, стоп кнопкамыздың мана тексеріп алдық қой алдын ала. Контактісін алып келеміз. Стоп деп біз мынаны алдық. Оның тұйық контактісі мынау. Осы екеу. Разницасы жоқ. Мынадан бастап мынаған кіргізіп мынаяқтан шығарсаң, мынаяқтан кіргізіп мынаяқтан шығарсаң да. Так. SF1-нен кнопка стоп қалып келдік. SF1-нен кнопка стоп қалып келдік. Енді екінші жағын аламыз да. Кнопка... Бұның барлығы бір жерде жалғанып тұр. Мынау не, не жер не. Мына жерде 4 контакт тұр. Маяқтан шығады да. Мынаққа барады. Мына жерге келеді, мына жерге келеді. Қазір көрсетем. Барлығы бір жерде тұр да, міне. Бір жерде. Бұны бүйтіп жалғаймыз қазір. Бірінші кнопка пуск алып келгізе қойық. Пуск оңға. Пуск стоптен шығардық та, келесі пуск алып келейік. Стоптан шығарып, то есть кнопка стоптан шығарып, кнопка пускісіне алып келеміз. Так, міне. Автоматтан бір полюсті автомат қалып келдік. Ол автоматтан шығарып, стоп қалып келдік. Стоптан шығарып, пуск алып келдік. Енді пусктың бір жағын, екінші жағын алып келемізді. KM2-нің несіне алып келеміз.
KM2-нің үстіндегі тұйық контактісін алып келеміз. KM2-нің. Бұлай санағанда енді KM1 мынау, KM2 мынау. Бұлай дұрыс қой, енді сол жақтан санағанда KM1, KM2. Белгілеп қойған жоқ, мені кешіресіз. Пусктен шығамызда KM2-нің тұйық контактісіне келеміз. Біздер қарап алғандай, мына тұйық контактісі 61, 62, 71, 72. Соның любойына жалғасақ болады. Стоп қалып келдік, стоптан пуск қалып келдік, пусктен шықтықта екінші KM-нің тұйық контактісіне алып келдік. Тұйық контактістен мынаяқтан шығарып екінші жағын. Келді ғой, екінші жағын шығарамызда бірінші KM-нің A1 катушкісіне отырғызамыз. Түсінікті ғой, қазір. Пусктен келді. KM2-нің тұйық контактісіне барды. Тұйық контактісінен шықты да KM1-нің A1-не отырды. Шықты да A1-не отырды. A2 жағы, екі KM-нің A2 жақтар бір-біріне перемешкеленеді, нөлге кетеді. Оны артынан жалғаймыз. Ендігі мәселе осы стоп кнопкасынан тағы бір фаза алып, біреуі мына пускке барды ғой, екіншісі барады да неге барады? Мынаны жалғаймыз. Біз мына схеманы жинап шықтық, енді мынаны жинауымыз керек. Ол үшін стоптан пускке барады. Бұл стоптан біз мына жаққа барып жатыр еді. Мынаған бұл стоптан тағы бір өң алдық та мына жерге алып келдік, мына пускке. Мына пусктен аламыз да KM1-нің тұйық контактісіне апарамыз. Бұның тұйық контактісі бұл жерде 61, 62, 71, 72 болды. Бұлда да 61, 62, 71, 72. Разница жоқ. Бұл жерден аламыз да 62-ге кіргіземіз. Пускке апардық. Пусктен шығардықта KM1-нің тұйық контактісіне апардық. Тұйық контактісінен шығарып, оны екінші KM2-нің пускателінің A1-не апарымыз керек. Екінші пускателдің A1-не алып келуіміз керек. Стоптан пуск алып келіп, пусктен KM1-нің тұйық контактісіне өткізіп, оны келіп KM2-нің пускателінің A1-не алып келдік. KM2-нің A1-не. Ендігі мәселе мына контактілерді жалғауымыз керек. Біздер былай схеманы жалғадық и былай схеманы жалғадық. Ендігі мына мәселелерін жалғап кету керек болады. Бұл мысалы мына KM1-нің цебінің бойындағы
мына цептегі бойдағы, мына цеп бойындағы нәрсені мына жерге жалғаймыз. КМ1-нің бұл жерде кәміне стоптың бойындағы, яғни пускке келіп тұрған контакт не? Мына пускке келіп тұрған контакттен пусктың астынан аламыз да, келіп тұрған жағынан, стоптан келіп тұрған жағынан, мына жерінен аламыз да КМ1-ге береміз. КМ1-нің разомкнутый контактына, нормальный тұйықсыз контактісіне. Нормальный тұйық контактілер 61, 62, 71, 72. Бізге КМ1-нің нормальный тұйықсыз контактісі керек. Бұл жерде біздерде 53, 54, 83, 84. 83, 84-терге жалғай қойық. Ыңғайлысы. Тұйық нормально разомкнутый контактісін алып келдік қой міне. Кнопкіден. Мына кнопкіден нежге алып келдік. Енді оның екінші жағын шығамыз да, екінші жағын шығарып, оны неге береміз? КМ2-нің, мынаяқтан шыққан зат, КМ1-нің нормалынан шығып, КМ2-нің мына контактісіне, тұйық контактісіне. 61-ге олсын, 62-ге олсын, разницы жоқ. Ендігі кезекте екінші жағын жалғаймыз. Дәл солай. Кнопка. Екінші кнопкіден, мына кнопкіден келіп тұрған жағынан аламыз да, КМ2-нің нормальный разомкнутый контактісінен, яғни мына жерде біздері 83-84 тұйықсыз контактісі, нормальный разомкнутый контактісі осындай. Содан шығады да КМ1-дің замкнутый контактісіне барады. Мынаяққа кіреді, ояқты шығады да КМ1-дің замкнутый контактісіне келіп тұрған жеріне келеді мына жерге. Бұлай. Мына жерден бұлай келсе, бұл кнопкадан мына жерге келеді, мынаяқтан шығады да мына жерге келеді. Түсіндіңіз бе? Қазір тез-тез жалғастырамыз. Так, біз мынаны жинадық, мынаны былай жинадық, оның астындағысыларын жинадық, міне астын. Енді екі катушкінің де А2-лерін перемичке беріп, И0-ге беру керек. Болды, сонымен бітті. А2 жағына екеуіне перемичке бердік те, и одан осы перемичкеден біреуін алып 0-ге береміз. 0 біздің автоматтың қасында бар 0. Болды, бізде схема жалғап болды. Енді я бисмилля деп айтып, схема жиналып болғаннан кейін бисмилля деп айтып тексеріп қараймыз. Бисмилля. Так, стоп. Біріншісі, пуск. Бұл бізде 10-ға. Мынау тартпады. Мынаны басам, жасамайды. Потому что
бізде ол әр цеп келесі пускательдің замкнутый контактісі арқылы бүйтіп барып өтіп тұрды да, мынау да бірнешеге келеді да, мынау пускатель арқылы келеді да, өтіп кетеді да, бір-бірінің блокировкалары. Сол себепті қостыртқызбайды. Стоп басам, екіншісін басам, мынау тартты. Солға айналдырып жатыр. Оңға айналдырайын деймін, айналмайды. Стопты басқаннан кейін барып айналдырады. Ендігі мәселе бұл жерде жалғанып болды. Практика жүзінде, шын өмірде біз жұмыста кездескен кезде бұл пускательдер басқа жерде тұрады. Мына кнопкалар басқа жерде, мына автоматтар басқа жерде. И бұның үстінен жаңағы силовой часть келеді ғой. Мына силовой частьін біз бізде жалғаған жоқпыз. Оны енді түсініксіз шығар деп түсіндіріп баратым. Мына КМ1-ге үстінен автомат жақтан кернеу келеді, шығады да электр қозғалтқышқа кетеді. 3 фаза. Бұның үстінен мынаған перемичка беріледі да, бұның астынан фаза А-сы мынаған фаза А-ға отырады, бірақ фаза Б-сы мен С-сы орындарын ауыстырады мына жерде сияқты. Міне. Пускательден кейін орындарын ауыстырады. Түсіндіңіз ба? Сол себепті мына пускатель қосылған кезде 3 фаза былай барады. Мына пускатель қосылған кезде мына 3 фаза бетіп айналып кетеді де, мына жақпен барады. Түсіндіңіз ба? Сол арқылы біздің электр қозғалтқышымыз оңға айналады және солға айналады. Сол сияқты ол біздің лифтімізді көтереді, либо түсіреді, либо жаңағындай кран балкаларымызды көтереді, былай оңға, солға жүргізеді, астына үстіне көтеретін заттарымызды. Станоктарда да әртүрлі токарлар станокпен жұмыстаған кезде осындай екі реверсті пускательдер қойылады да, бірнеше электр қозғалтқыштар қойылады, сол арқылы жұмыс жасайды. Көп уақыт алып кеткеніміз үшін кешірім сұраймын, және осылай жасаған кезде сізге түсінікті болады деп ойлаймын. Себебі осындай қылып жалғап қойып мен сендерге қазір түсіндіріп отырсам, мынасы мына жерге барады, мынасы мына жаққа барады, мынасы мына жерге барады деп, и так қарайған проводтың ішінде сіз түсінбей қаласыз. Әр проводты жайлап апарып түсіндіргенім. Бұл оңайша түсіндірген деген нем. Солай. Ал сонымен бүгінгі сабағымызда барлығын сендерге түсінікті деп түсіндіре алдым деп ойлаймын. Видеоның астында комментарийлер жазып талқылауға болады, және де видеоға ұмытпай лайк басып кетуіңіздерді сұраймын. Бұл маған қосымша не береді, әсер береді өзіме. Одан әрі әртүрлі видеоларды түсіруге көмектеседі. Шамам келгенше түсіндіруге тырыстым оңай жолмен. Алдыңғы сабақтарды да қарауды ұсынамын. Сендермен бірге болған Адик Электрик. Қош болыңыз.